құлагер поэмасындағы ахан бейнесі тақырыбымен таныс боламыз. Құлагер әлем әдебиетіндегі классикалық поэмалар қатарында өз орны бар поэма, қазақ поэзиясының құдіретті туындысы деп Бітібаеваның сөзімен бүгінгі сабағымызды бастаймын. Сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау. Бағалау критерийі көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтайды. Ілиясжан Сүгіровтің құлагер поэмасымен таныс болғанбыз балалар өткен сабақта. Бүгін сол құлагер поэмасы бойынша мен сіздердің алдарыңызға үй тапсырмасын сұрау мақсатында парақша таратамын. Осы парақшаға әр қайсымыз бір-бір сұрақтан жазамыз. Жылдан жазып, осы парақшаны келесі топтарға ауыстырамыз. Әр қайсымыз үй тапсырмасы бойынша бір-бір сұрақ жазамыз. Сол парақты жылшылы береміз. Үй тапсырмасы бойынша сіздерге сұрақ дайындап келіңіздер деп тапсырма берілгенбіз. Сол сұрақты жылдан жазып шығамыз. Сол сұрақты келесі топ оқушыларына ауыстырып отырамыз. Үй тапсырмасын сұрау мақсатында сұрақ бізден, жауап сізден арқылы үй тапсырмасын тексереміз. Дайын болған топ белгі береміз. Келесі топқа тапсырамыз. Сонымен Ілиясжан Сүгіров кім балалар? Қоғам қайраткері, драматург, автор, педагог, жазушы. Педагог, жазушы. Ілиясжан Сүгіровтің қандай шығармаларын білеміз? Үй, күйші, құлагер. Құлагер поэмасының негізгі идеясы кім туралы жазылған? Сұрақ дайын ба? Қайт өкісі дайын. Үшеу жазсаңыздар болды. Жоқ, ауызша жауап береміз. Қайт өкісі дайын. Есен дайын болды ма? Үшеу жазса болды. Бірінші топтан екінші топқа беріп кімге берейін? Дауыстап оқушы. Дауыстап оқушы неге? Ал екінші қатардағы оқушылар түгелдей жауап береміз. Батырашын Аханға күштесуі. Топ екінші топ жауап береміз. Себебі Ахан серігінің аты, яғни құлагері басқа аттардан жүйрік болған. Әрдайым жеңімпаз болып, жарыстарда, бәйгелерде озған. Ал Батыраш оны көре алмай, атын жеңімпаз болғанын қалап, Аханға өштесіп, арам жолмен жеңіске жетеді. Келесі сұрақты Есен оқиды. Ілиясжан Сүгіров прозалық шығарманың ішінде ең көлемді роман қандай? Жауап бар ма? Бірінші топ кім қойды сұрақты? Есеннің сұрағына, қойған сұрағының жауабын айтып жеп? Көтеріп өтеміз қолымызды. Ақынның прозалық шығармасының ішінде ең үлкеншісі жолдасты болған. Қатты, дауысты қатты шығарамыз. Ары қарай, тағы. Газетте. Ілиясжан Сүгіров газетке жұмыс жасайды. Қандай газетте жұмыс жасайды? Ілиясжан Сүгіров қандай газетте жұмыс жасады? Бірінші топ, үшінші топ. Ілиясжан Сүгіров тілші газетінде жұмыс жасады. Ол өзі жауап бермеді. Сол енді сіз сұрақтың жауабына өзі жауап берсіз ғой. Жарайды, ары қарай. Кән жағы. Сұрақ оқушы. Құлагердің беріктігі туралы мәлімет. Кәні, тыңдаймыз. Құлагерді Батыраш деген байдың бір нөкері ұрып өлтіреді. Айбалтамен ұрып өлтіреді. Негізінде шығарманы толық айтатын болсақ, Ахан серіні қайда барды?
Ақан сері Сарыбайдың асына аласың. Сарыбайдың асына бар ғой. Ерметаудағы Сарыбайдың асына барды. Хан Нұрмағамбеттің әкесі Сарыбайдың асына барды. Сарыбайдың жылдың астында бәйге болады. Сол бәйгеге апарып құлагер қосады. Қане, тағы қайтып сұраққа қарайды. Бәйгеде құлагерді кім тізгіндер? Бәйгеде құлагерді жетім бала тізгіндер. Иә, жетім бала тізгіндер. Ары қарай. Мен жоқ. Өзіңізге. Қазір. Жауап. Қайда? Ақан серінің жауы кім? Бақраш. Батыраш. Ол ақанды көре алмаушылықпен оның құлагерін көре алмайды. Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы қандай поэма? Құлагер поэмасы Ілияс Жансүгіровтің поэмаларының ішіндегі ең атақтылардың бірі болады. Себебі құлагер поэмасы әлемдік поэмаларда ерекше орны бар. Және де ол қазақ поэзиясындағы ерекше туындылардың бірі атанады. Жақсы. Ары қарай екінші сұрақ. Күренбай сыншы құлагердің жүйрік ат екенін қайдан білді? Күренбай сыншы құлагердің жүйрік ат екенін оның екі төсінің ортасының ашықтығынан білді. Ол біріншіден себебі екі төсінің ортасы ашық болса, яғни оның жүрегі үлкен кең тыныс алады. Ал екіншіден аттың шапқан кезде артқы аяқтары алдыңғы аяқтарынан озып тұратын. Ол жүйріктердің жүйрігі деп саналатын ондай аттар. Қамыс құлағы болатын, оның құлақтарын тікірейтіп алып шабатын, басын тік ұстап, ол өте текті аттан шыққан болатын. Ол осындай үш белгісі арқылы құлагердің жүйрік ат екенін білді. Жарайсың, өте жақсы. Сонымен балалар, Ілияс Жансүгіров құлагер поэмасын атақты ақан серіге арнаған екен. Қазақтың әнші ақындарының ішіндегі өмірімен де, өнерімен де ерекше тұлға ақан Қорамсалұлы, халық мәдениетінің көрнекті өкілі ақан сері туралы жазған екен. Балалар, бейне сюжетке назар аударып қарайық. Benim adım Akan. Dağlarının önüne. Orta oynamışsın kavram. Bir durmadan kulaklar oynama. Kulaklar bir havayım oldu. Kulaklar. Bundan kelimedin. Nagaşım sorağından veremedim. Hakkâda gereğince aydananda olduğumuz kulaklar koyamadım. Bugün. Міне, осы бейне сюжеттен бейнеленгендей, қазір сіздер ақан сері кім, қандай еңбектері бар, не істеді? Ақан бейнесін жан-жақта ашуда шығармашылық ізденіс әдісі арқылы ақан тарихи бейне, ақан трагедиялық кейіпкер, ақан композитор, ақан сері тақырыбында біз әңгіме қозғаймыз. Ақан тарихи бейне, ақанның өмір жолы туралы тақырып айтады. Ақан сері 1843-1910 жылдар аралығында өмір сүрген тарихи бейнесі бар кейіпкер болатын. Ақан серінің құлагер атты жылқысы әр бәйгеде байге алатын болған. Және де Әділбек атты батырдан жылына 60 түлкі аулаған Қараторға атты бүркітті алады. Және де Сайрат атты төреден жылына 9 қасқыр аулаған Базаралы атты тасын алады. Ақан сері елге тек қана өзінің өмірімен емес, өнерімен танылған болатын. Себебі ол ақын, әнші, композитор. Ол кез келген тамақта, кез келген аста өзінің ақындығымен кез келген адаммен айтыса беретін. Және де өзінің домбырасымен кез келген өлеңді әнді айтып бере алатын болған. Және де бір кездері 1876 жылы Керей руының Таңғырмамет атанған байы Еремен деген жерде өз әкесі Сағынайға ас бермекші болады. Сол асқа ақан сері келіп құлагерді бәйгеге қоспақшы болады. Алайда оны Күренбай сыншы келіп, егер ақылың болса атыңды бәйгеге қоспа деп ақыл айтқан болатын. Оған бұрыннан бері өшсіз жүрген Батыраш атты бай ақан серіні Күрен жұрттың алдында мазақ қылады.
егер де менің осындай атым болса, соғым қосатын едім, осындай атым болса, қой бағатын едім деп ызасына тиген болатын. Халықтың сөзі. Халық. Солай Күреңбай сыншы таңырқап қараған кезекте ары қарай кәдім Айбек жалғастырамыз ба? Сағынайдың астында атынан қапада айылған ақан елінен безіп, еліне қапа болады. Ол құлагер ақанның тек бәйге қосатын аты ғана емес, өзінің серігі болады. Ол өз серігін өз қолымен өлтіргендей күй кешеді. Құлагерді бәйгеден қосарда ол басын төмен салып, көзінен жас парлап тұрады. Адамнан нешті жаны бар ғой, өзінің өлетінін білген екен деп, Аханның зары құлагер атты өлеңі солай пайда болады. Сонда ахан сері бәйгеге қосар кезде құлагердің көзінен жас парлап тұрды. Бірақ ол білген жоқ қой, құлагердің сондай бәйгенің үстінде не тиетінін. Аханның трагедиялық өмірі міне осы жолдан басталды. Ары қарай тағы кім сөйлейді? Кім айтады? Аханның Қараторғай деген несі болды? Аханның Қараторғай деген бүркіті болады. Ол бүркіт жылына 60 түлкі алған бүркіт болады. Ахан неліктен сері атанды балалар? Ол өйткені әр елді жерді кезіп жүрген оның жұрттар ахан сері деп атап кеткен. Иә, ахан қасына қолына бүркітін алып, астына ағат мінген кезде ақ шапанын киіп, домбырасын алып, ел аралап, қасына 10-20 жігіттерді алып, ел аралап, елдің ішінде сауық сайран құрып, той жиындарда ән айтып, өлең айтып, айтыстарда айтысып, өзінің бәйгелерге құлагерін қосып, құлагер бүкіл бәйгені бермеген жүйрік арқылы ел аралап, сауық сайран құрып жүргесін, негізі аханның сері, аханды ел не деп атады? Ақжігіт. Неге ахан сері деп атады? Анасының еркелетіп Ахан деп атады. Серіні кім қосты? Соныменен аханның сүйікті досына, қимас өмірлік серігіне айналған сәйгүлігі мен қыран құстарына арналған бірнеше әндер бар екен. Құлагер, Базаралы, Тазысы, Қараторғай, Бүркіті, ал Маңғанер құлагерді маңның басқан жүрісіне қарай құлагер деп ат қойған екен. Балалар, бейне сюжетке назар аударайықшы. Осыдан кейін барып біз аханның трагедиялық өмірі туралы әңгіме қозғаймыз. Қоян соң жазып шаян жауырынды, құс көпші қосшындағы қалқын қырақ. Сүйегі жануардың жылқыдан жарып. Бұл емес теке жаумен. Не қазана. Күй-күйіп көзге құрач көрінсе де, шамқында шалдырмастай бітер қанат. Сенен сескеніп тұр. Құрбан башалар малға батарылған молдадайсың құрдайсың. Қалай деп бұланға? Жат көздің соғы түйіп жүрер, бұлайда қалып кетейін. Көп тамсанып бәттің жергет күр. Көзімнің көреймесі бүгін ақы. Есімнен жанып басам шайтан тағы. Егерде шын жылқыны мен танысам, қағымының бұсып жарып дайданмаған. Шықпаса жалғыз қазық жаны бар. Бұлайса жеткізбейтін жылқым алған. Күреңбай жарыстың басы шартын ұмыттау дейм. Есімің даңқыда атына сай болып көрек. Наның есіп, қамыр таңдаған бірі болар. Атыңды да жауына алыр. Көз дерттен қорққанды ғой. Бәлкім қарақсы біреу жұғай. Ендеше байлап тасталып. Атойдың бас кесерлерімен бірге сүйек кеміріп жатсың. Ақан деген жаны жақпайды қорқау. Тоқтатыңдар! Мақтауға татымас адамды ғайбаттап шықсыз болады. Менің атым Ақан. Бурабайдан келген әншімін. Байлық деп мақтан алмаймын. Бірақ қажет болса астындағы атыма затында сай екендігін дәлелдеп өнер көрсетуге бар. Іштеріңіздегі кез келген ақын
поэма кейіпкерлері туралы айта алады. Бұл бейнеде Батырашын Аханға бұрыннан жаулаш жүрген байқадық. Батыраш Ахан серінің атағынан айыру үшін оның құлагер атты жылқысын сол бәйгеде соққа жығып өлтірген. Бұл видеоның басында Күреңбай сыншы аттың мықтылы екенін, кеудесіне қарап, солар мақтап, солай мықты жылқы екенін айтып жатыр. Енді шығармада бәйгеге қанша жылқы келді? 1300 жылқы келді. Ары қарай шығыс 1300 жылқы келді. Сол жылқының ішінің сол жылқылардың барлығын бәйгеге қосатын жылқының бәрін жинап не істейді? Кім шақырады? Күреңбай сыншы шақырады. Күреңбай сыншы келіп не деді? Егер ақылың болса атыңды бәйгеге қоспа деп Ахан серіге ақылайды. Аханды оңашалап алып барып, сол жерде бірінші құлагерді алып асқа келгенде елдің барлығы естеді. Құлагерге былай аты шыққан мынау құлагер ме? Мынау қай жері мынау бәйге алады? Егер мынау бәйге алса, мен қойдым. Одан да мына атты маған бере салсын. Мен бұны қоян алғанмын деп тағы бір жерден қалып не деді? Жайлауға апарып, қымыз ішіп ет жеп отырар едім дейді. Мынаны бүгінгі мына асқа атап қымыз ішіп ет жеп қайтар едім дейді. Сөйтіп елдің арасында әртүрлі әңгіме айтып жатқан кезде Күреңбай келеді да жылқының қасиетін айта бастайды. Сол кезде Ахан не істеді? Жауынға кеш кетті ғой тағы. көз тимесін. Шығыс тұрып айтады. Тым мақтап кеттің ғой. Тым мақтап кеттің ғой, тағы да сенің көзің тиіп кетер, жерге түкіріп қой деп Ахан өзінің құлагер атты жылқысынан жабу жауып әкетеді. Сол кезде не істейді? Мынау Ахан жүріп жатқанда, әй, мынау кім өзі деп жатқан кезде Ахан деген жарлы жақпайды. Сол кезде Ахан келіп танымасаңыздар деп өзін таныстырады ғой. Кәне есен айтты, өзін таныстырып не деді? Қайдан келдің деді? Мен Бурабайдан келдім дейді. Атың? Атым Ахан. Егер керек болса өзіңнің өміріңді көрсет. Атқа лайық екенін дәлелдей аладым. Иә, кез келгендеріңізбен айтысқа шыға аладым. осы жерде біз Аханның кім екенін байқадық. Әнші. Батыраш бұл жерде шығармада Батыраш кім? Батыраш сол заманның жауыздығы мен зұлымдығының өкілі болып танылады. Ол бетпе-бет емес, арам жолмен келіп, Аханды алдап, оған қастандық жасайды. Көреалмаушылық арқасында ол сондай озбырлық іс-әрекетке барады. Тағы да кім айтады? Айда. Ал сыншы не айтты? Ахан сері құлагерді бәйгеге қоспағымыз жатыр, бірақ Ахан сері құлагерді ондай жағдай болатынын білмеді. Пешенеңізде жазған өміріңізді. Ал Халық та Ахан серіге өзінің құлагерін бәйгеге қоспауын және де Батыраштың құлагеріне қастандық жасайтынын халықтың өзі де ескерткендей болған Ахан. Жақсы. Ал балалар, дәптерлерді ашып, бүгінгі күннің ретін жазып, қаңтардың 27-сі Ілиясжан Сүгір құлагер поэмасындағы Ахан бейнесі, халқының ардақтысы Ахан сері, Ахан бейнесі жайлы ой толғау жазамыз. Осы тұста Ахан сері, Аханның жан дүниесінің толғанысын, сол сәттегі көңіл күйі мен ұшан теңіз сезімін, қайғы қасіретін көз алдымызға келтіріп, сондай-ақ поэмадағы Ахан бейнесі жайлы халқының ардақтысы Ахан сері тақырыбында ой толғау жазайық. Балалар, осы тұста Ахан сері маңнан кел деген ән шығарады. Құлагердің тұлпар болғанда да маң-маң басқан жүрісіне көңілі толып, маң-маң кел деген ән жазады. Сол маң-маң кел әнін мен сіздерге осы шығарманың әсерлі шығуы үшін маң-маң кел әнін тыңдатайын. Ал сіздер шығарманы жаза беріңіздер.
Ерасыл өтіп жазған. Ақын сері күйші болған. Ақан сері 19 ғасырдағы қазақ елдің рухани мәдениетінің пайымынан елеулі орын алған белгілі өнер қайраткері, композитор, ақын әнші. Ақан тарихи тұлға болған. Ақан сері халыққа қарапайым ақынды әнші ақын ретінде танылған. Ақан қасына 15-20 шақты жігітті ертіп, бір ауылға ән айтып, күн күй шертіп айтысқан. Халықтан ақан сері атты аталған болатын. Бұл құлагерінен айырылған соң өмірден түңіліп, бұрынғыша ер алып ән шырқамайтын болды. Халық ақан серіні көріп жүректер ауыратын еді. Құлагер поэмасы арқылы құлагер қазақ даласындағы ерлік пен бостандықтың, жүйрік пен сұлулықтың символына айналып, сөзбен сомдалған ескерткіш болды. Ақан кәлбек ниет, мана ақадағы ана елі өскенін көшіртілген шалған жеріне ақын сағандай аты аңыз айналған көшірті өнерінің ескі деген жерінде 1893-1913 жылдар арасында өмір сүрген қазақтың тұлға. Зілғаран саласы Әлбек Батыр өмірді алға сақта алған Қазыбай деген епіктесіні сөйлеген тасқыралған базаралы ес қазына алды. Жақсы, өте жақсы. Мен қазір сіздердің алдарыңыздан оқимыз ба? Бүгінгі шығармадағы кейіпкер Батыраш пен ақан сері туралы мен диаграммасын алдарыңызға беріп жатырмын. Толтырысқа кімге берейін? Осы арқа ортай беріңіздер. Батыраш кім? Қандай шығармадағы Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасындағы Ілиястың ақан сері, құлагер поэмасындағы ақан серінің бастан өткен трагедиялық жағдайы, қазақ қоғамда болып жатқан іс-әрекеттердің барлығын бізге Ілияс Жансүгіров осы құлагер поэмасы арқылы көрсетіп отырды. Осы қазір сіздердің алдарыңызға берген Батыраш пен ақан серіге Вен диаграммасы арқылы ойларыңызды жинақтап ортаға салыңыздар. Осы сабақтың әрі жазамыз. Оқулықтағы 178-ші бетте Жуанды өзегінен өткен соң атты мына құлагерлікке туралы жазылған ғой. Кім оқиды сол оқулықтан? Жыланды өзегінен өткен соң атты өзегіне жібергенде ұзақ көлін айнала келе құлагер Көктүйхінмен қатарласа шабады. Мәреге бірінші болып Көктүйхін Батыраштың сәйгүлігі, екінші Айтпақтың күрегі, содан кейін Шорманның бұрылы келеді. Ал құлагер көрінбейді. Батыраштың соқ көл ақбоз аты қара киімді жендеті. Қақ жол Жыландының жырасы айбалтамен құлагерді ұрады. Сылқ етіп құлаған құлагер, жерге домалаған бала. Көкке қаны шашылған құлагер, шыр-шыр етіп аттанған бала даусы. Бұл сұмдықтың болғанын іші сезген ақан, қылаң ат қылт еткендей-ақ сол араға ұшады. Кәні осы жерге келген кезде оның ойын, ішкі ойын кім айтып бере алады? Ақанның заңы. Мен айтып келе ғой. Кеше кім едім? Мен атағы мен аты алталасқа танылған ел еркесі середім. Бүгін кім болдым? Ақтотымнан бір айырылып, құлагерімнен екі айырылып, қайғы жұтып, шөрменде болып қалдым. Бұған кімдер кінәлі? Бұл заманның зұлымдық өкілдері Батыраш пен Қотыраштар кінәлі. Олар адам емес, екі аяқты хайуандар нағыз. Бәйгеде жұлдыздай ақ келе жатқан атты айбалтамен соғып өлтіру деген неткен сұмдық.
әр заманда осындай зұлымдық иелері табыла кетеді. Біз бұлардан қашан арылар екенбіз? Жоқ, арыла алмаспыз. Бұндай батыраштар мен қотыраштарға лағнет атсын. Көрінде өкірсіндеп қарғап жатқандар да қаншама. Күншілдікке, жүзшілдікке лағнет. Әрқашан бейбіт заман болсын. Біз бұлардан арылайық. Бірақ қайдан? Бұндай зұлымдықтардан біз ешқашан арыла алмаспыз. Құлагер әнінің мағынасы осы қалай? Біз қазақ еліне осынау батыраш пен қотыраштың зұлымдығын паш етіп, осындай зұлымдықтардың алдын алу болатын әлеумет. Өте жақсы. Міне осы жерде біз ақан серінің несін көріп тұрмыз? Ішкі зарын, ішкі мұңын көріп тұрмыз. Құлагер оның тұлпары ғана емес, рухани жан серігі болды. Құлагер өлді, ақын жаны жараланды. Бірақ өнер өлмейді. Құлагер әні дүниеге келді. Ілияс өнерге өнерліге өлім жоқ деген түйін сөз жасайды. Өйткені құлагер әні жалпы сахараға қанат қақты. Батыраштар дүниеге келеді, дүниеге кетеді, бірақ олар өмірде қалмайды. Ал Ілияс Жансүгіровтің өмірімен ақанның ешқашан өлген жоқ. Құлагер әнімен мәңгі жасайды. Өнер өміршең. Ілиястың нысаны да осы. Осы жерде мен сіздерге қазір түйінді ой әдісі арқылы тақтада қараңыздар, ақанның соң заманнан соққы жеп, жан серігі құлагерден айырылуы себебі неде? Осыны кім айтады толықтырып? Ақанның соң заманнан соққы жеп, жан серігі құлагерден айырылуы батыраш деген байдың көре алмаушылық сезімінде. Ол ақанның құлагер атты жүйрігін көре алмай, оған қастандық жасап өлтіреді. Оған қастандық жасайды. Ол менің өзектінің бойында келе жатқан кезде адамдар жансыздарға алынан шығып, құлагердің жаңа хақ маңдайын айбалтамен ұрып құлатады. Енді ақанда осы жерде бір өкініш болды ма? Құлагерге өзім келдім деген заттан қандай? Ақан сері құлагерден айырылған соң бұрынғыда ер алып ән шырқамайтын болды. Бұл құлагердің басын кесіп, құлагердің өзін байлағына шыға келген болатын. Жақсы. Тағы кім айтады? Шыңғыс. Кейіпкерлерге мінездеме беру, батыраш. Сол заманның зұлымдығы мен жауыздығының үлгілі ретінде поэмада көрініс тапқан кейіпкер. Ол ақан серімен майданға ашық шықпай, жар астынан жасырынып келіп өзінің қара ниетін іске асырады. Ал ақан сері болса, әнші ақын тек адал жолмен жүретін кінәсіз адам. Ол өмірдің ашық тұщысын біліп өскен. Жақсы. Ақан бай да емес, жарлы да емес, малшы да емес, е? Ақан жай ғана сері. Ақан не ала жүрген әнші, қарапайым, халықтың ішінен шыққан өнерлі жан өнер иесі. Ары қарай тақым жалғастырады. Батыраш арам көреалмаушылық әрекеттері бар. Ол замандағы жауыз болған ақан серіні көре алмайды. Өз халқына ешқашанда жақсылық жасамаған ақан сері, әнші, айтыскер, ел аралаушы, өзінің басқа елге әншілігімен, айтыскерлігімен таң қалдырған. Ақан серінің аты ғана емес, жолдасы болған құлагерден айырылды. Ары қарай үміт бар ма? Есен дайынсыз ба? Ақан сері Ақан сері, ақын, айтыскер, ақынның шын есімі Ақжігіт. Ол жерді аралап, ауылдардағы ақын қалай жатыр? Өзің оқы, үміт оқы. Ақан сері ақын, айтыскер, ақынның шын есімі Ақжігіт. Ол жер-жерді елдерді аралап, домбырасын алып айтысып жүреді.
Оны адамдар көрсе ақан сері келді деп, еттен аса дастархан жайып жақсы қарсы алып. Сол заманның зұлымдығы мен жауыздығының өлі ретінде поэмада көрініс тапқан кейіпкер Батыраш. Ол өз халқына жақсылық жасамаған адам. Ол арам ойлы болған. Ақан сері 19 ғасырда қазақ елінің рухани мәдениетінің тарихынан елеулі орын алып, белгілі өнер қайраткері, композитор, ақын әрі әнші болып жүрген тарихи тұлға. Жақсы. Енді осы жерде ақан сері сол Батыраштың жасағанын білді ғой, бірақ халық дәлелдей алды ма? Жоқ. Сол ішпек деп айтты, ұлттан тауып ішпекші Кішіміш ашық қарапайым халық Батыраштың қылмысын дәлелдей алмай жұрт көкке тәмсігенмен Батыраш пенен шалдың есімді ел шапсам да алмаймын, қоймаймын деген сөзінің төтеп бере алмай көңілдерін ырдың жырдың болып тарқасы да атының басын құшақтап зар жылаған ақан сері. Қош енді қалдың кейін тұла ерін, тұрмадың жығылғанынан жылап едім, жалғанда саяқ жүріп, қаяқ жерін көретін күнім шығар, бұл да менің, деп атының қу басын өлгенше сақтауға ант етіп, құлагердің басын кесіп жетім баласын мінгестіріп, қоңыр кешті жамылып, жол жүріп кетті. Сонда не істеді? Құлагердің басын кесіп алып, ағашқа іліп қойды. Ары қарай Батыраштың іс-әрекеті дұрыс па? Батыраштың іс-әрекеті мүлдем дұрыс болмады. Ол өзінің көреалмаушылық сезіміне ерік беріп, құлагерге қастандық жасады. Ол керісінше бүкіл алаш жұрты қолдаған ақан серіні қолдап, ол да оның серілігін мойындауы керек еді. Жақсы, отырамын. Енді сабаққа ары қарай кері байланыс жүргізейік. Тақтаға қараңыздар. 3-2-1 әдісі бойынша бүгінгі сабақтан алған 3 маңызды ақпарат, бүгінгі сабақтан қиындық тудырған 2 аспекті, бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекетті айтамыз. 3 топтан 3 оқушы шығып, жеке. Бірінші 3 маңызды ақпаратты айтамыз. Тақтада тұрмаңыздар. 3 маңызды ақпаратты айтайықшы. Айта ғой. Бүгінгі сабақта мен өзім білген 3 маңызды ақпараттың бірі, мен ақан серінің Қараторғай деген бүркіті жайлы білдім. Екінші маңызды ақпаратым оның Базаралы деген тазысы жайлы білдім. Үшінші ақпарат мен Батыраш, Қодыраш дегендер жайлы білдім. Бүгінгі сабақтан қиын тудырған 2 аспекті. Бұның біріншісі Батыраштың көреалмаушылығы, яғни іс-әрекеті. Ал екіншісі құлагердің өлімі. Жақсы. Сұрақтар бойынша күн жауап береді. Бүгін біз Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасымен таныс болдық. Және де сол құлагер поэмасындағы Батыраштың іс-әрекетінің дұрыс болмағандығымен таныстық. Және де құлагердің ақан серінің құлагерге деген сүйіспеншілігімен таныс болдық. Құлагер оның тек қана тұлғары емес, рухани серігі еді. Жақсы, тағы да бүгінгі сабақта қиындық тудырған 2 аспекті деп айтып бересіңдер. Бүгінгі сабақта бір іс-әрекет айтсың. Маған бүгінгі сабақта ұнаған бір іс-әрекет ол ақан
серінің өзі құлагерге деген мәңгілік махаббаты, ол құлагердің басын кесіп алып мәңгілік сақтап ант еткен болады. Жақсы, тағы кім қосып алғандар бар? Бас бәйгені кім алады сонымен? Құлагер аламады ғой, бас бәйгені кім алды балалар? Қандай сәйгүлігі? Батырашты? Екінші орын, екінші бәйгеде екінші күннің жылқысы келді. Шорманның күрен екінші еді ма? Айтбек пен күренгер Шорманның шұлағы үшінші болып келеді. Сонда бас бәйгені Құралмашылығының арқасында күннің жылқысы алды. Қандай әдіспен алғандығын қазір айтты. Қандай әдіспен алды? Аханмен айқасқа. Аханмен айқасқа ол құлагердің мықты екенін басқа бәйгелерде де байқайды. Оған Аханға құлагеріңді маған сат дейді. Бірақ Ахан құлагерді ешқашан ешкімге сатпайтындығын айтады. Сол кезде ол Аханға өштесіп қалады. Ол Аханның тазысы мен бүркітіне де у беріп өлтіреді. Бүркітіне у беріп, ол бүркітін сол жерде өлтіреді. Ал тазысы әлсіреп жатқан кезде Ахан аңға шығады. Солай ол әлсіреген тазы қасқырдың алдына барғанда ол қасқырды ала алмай өзі алып қалады. Солай ол барлығынан да барлық ат құстарынан сәйгүлігінен де айырылады. Өмірден баз кешіп кетеді. Ол өмірден баз кешіп қайырып кеткенде халық не дейді оны? Кімге денеді? Періге балайды. Періге балады. Елдің арасында сан әңгімеге жүргізеді. Дұшпандарының айызы қанып, не істейді? Аханды әңгімелейді. Тағы кім айтады? Сонымен балалар бүгінгі сабақты қорытындылай келе, Аханның өмір жолы қызық әрі ерекше. Өмірінің соңғы кезінде жалғыздықпен мұңдасты. Оның бұл қылығы өзінің қатыгез заманда мойынсұнбай өткен тәкаппар ақынның бейнесін танытады. Тіршіліктің ұсақ түйегінде алданбай, бойын түк ұстап кетті. Сондықтан да Ілияс тұсында сері болсын, пері болсын, ұнайды өмірі мен Ахан маған деп, кейіпкеріне деген ілтипатын жасырмай ашық айтқан. Ахан өмірі өнер адамның жалпы адамның рухани тазалығының үлгісі. Өнерді тіршілік тартысынан жоғары тұрғандардың белгісі. Қанды қол жеткенде таңба басқан, қазақ қиялының ғажайып аты өрен тұлпарға ескерткіш орнатқан, құлагердей ән шығарып, халқына таратқан, Ахан өз кезіндегі әнші ақындар тобының аса көрнекті өкілі. Әлеуметтік өмірдің өзекті мәселелерінің өлеңіне арқау еткен Ахан өнерімен де, ерлік өмірімен де кейінгі ұрпаққа, туған халқына үлгі болды. Халық жанында Ахан мен құлагер есімі егіз ұғым болып мәңгі қалмақ деген ұран сөздермен бүгінгі сабағымызды топшылаймыз. Үйге тапсырма. Күнделіктері бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан Бақберсін, Заманбек, Шыңғыс, Жанерке, Есен, Айда, Назерке, Ерасыл, күнделіктеріңізді әкеліңіздер. Күнделіктеріңізге бүгінгі бағаларыңызды қойып берейін. Күнделіктеріңізді әкеліңіздер. Және үйге тапсырма ретінде оқулықтағы оқулықтағы 189-шы беттегі 4-ші тапсырманы орындаймыз. Бүгінгі сабаққа қатысқан оқушылардың барлығына жақсы, жарайсын деген бағалармен қоямын. Бізде бейбарыс кішкене көбірек оқуымыз керек. Бейбарыс сабаққа кішкене жай қаралып. Ендігі сабақта осы тапсырмаларды түгел орындап келеміз. Түсінікті қоя. Сонымен Ахан туралы тағы бір ауыз сөз кім қорытындылайды? Айда, ойылдана. Поэма идеал мазмұны. Ахан серінің барлық байлығынан айырылғаны және өмірінде түңілгені. Иә.
құлагердің кім не үшін өлтірді деп ойлайсыз? Құлагерді Батыраш өлтірді, көре алмады оны. Иә. Поэма тек құлагер жөнінде емес, поэма құлагер жөнінде емес, ақан серіні де айтады. Ақан серіде ол жерде поэмада қазақтың бүкіл тарихы айтылып тұр ғой. Жылдық ас кімнің асы? Сарнайдың жылдық асында не істеп жатыр? Ұлы Нұрмағамбет, пан Нұрмағамбет жылдық ас беріп жатыр. Аста не істеп жатыр? Ұлттық ойын, айтыс, өнер, қазақтың ұлттық өнерлерінің барлығы өріс алып жатыр. Осы бүкіл шығармада, осы қазақтың бүкіл өнерінің барлығын шығармада да бізге ақын көрсетіп беріп отыр. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйде 189-ші бетте